арақ ішкеннен кейін адам 40 күн дұға тілегі қабыл болмай жүреді дейді. Бір жеті бұрын оразадан араққа сылқия тойып алып, бір жеттен кейін ораза бастап кетсе, бола ма, болмай ма? Болады. Оразаның өзінің парызынан құтылады, сауабы не қылады, шегеріледі. Өйткені парыз міндетті істелу керек, ал енді бойында харам нәрсе тұрғандықтан сауабы не қылады, кейінге шегеріліп тұрады. Бірақ болады. Мен кеше арақ ішіп алдым, бүгін қалай ораза ұстаймын деп күмәнданып тоқтап қалуға болмайды. Парыз. Ол талқыланбайды, ұсталу керек. Ол кеше арақ ішіп алса да, оразаның бір күн бұрында, ертеңіне ораза ғой деп жуынып, шайынып, ниет етіп, оразасына кіре беру керек.